Кеш жарық достар, бүгін сіздерге кездесерміз біз әлі деген тамаша әннің бірінші жолын үйрететін болам. Бастап тартайын. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан. Міне, қиын емес, бастапқы үйренуге орташа ән. Қатты қиын да емес, оңай да емес, орташа. Алдымен үйрену үшін біз сандар арқылы үйренеміз. Сандардың астына көрсетіп кетем. Мұқият тыңдап отырыңыздар, иә? Ал бастайық. Мынау бізде бірінші перне болып есептеледі. Мынау бізде екінші перне, үшінші перне, төртінші перне, 5, 6, 7. Бізге жетінші перне керек. Яғни санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетінші пернені мына кішкентай саусақпен басамыз. Мына сызықтың дәл қасынан, міне, мен басып тұрған жерден басасыздар. Төмен жоғары тартасыздар. Екі қағыс, яғни қағыс төмен жоғарыға болады. Қазір қараңыздар. Төмен, екі қағыс төмен жоғары бірге. Қайттан тартам. Сосын үшінші пернеге барамыз. 1, 2, 3. Бірінші саусақпен басамыз. Жаңағыдай жерден басамыз. Екі қағыс болғанда төмен жоғарыға. Енді жаңағымен қосамыз, иә? Жетінші пернеге барамыз. Қайттан екі қағыс. Сонда бізде 4 қағыс болды. Енді екінші пернеге барамыз, міне. Мынау 1, мынау екінші перне, төмен жоғары. Бізде сонда 6 қағыс болды. Одан кейін ашық, төмен жоғары. Барлығын қосайық, басынан жетінші перне, 2 қағыстан ғой сонда барлығына. Кеттік. Содан кейін 2, 3, 7. 2, 3, 7. Екінші жалғасы, міне, екінші пернені басамыз. Бірінші саусақпен басамыз. Төмен. Жылжимыз. Үшінші пернеге сұқ саусақпен жоғарыға. Сосын жетінші перне бағанағы. Кішкентай саусақпен төменге. Сонда бірге тартамыз үшеуін. 2, 3, 7. Енді басынан бастап қосайық. Түсінікті, иә? Сөзімен қосып айтсаңыздар да болады. Қатты қиын емес. Тағы да көрсетейін, түсінбей қалғандар үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетінші пернені тауып аламыз. Мына сызықтың дәл қасынан басамыз. Кішкентай саусақпен мына қылды қаттырақ басамыз. 2 қағыс тартамыз. Төмен жоғарыға. Қағысты үйреніп алыңыз. Басқа видео сабақтан YouTube'да тұр, міне. Мына сұқ саусақпен төменге, бас бармақпен жоғары қағыс қағылады. Яғни тарту. Төмен бір қағыс болып есептеледі. Жоғарыға болса 2 қағыс болады екеуі. Төмен жоғары. Түсінікті ғой, иә? Енді бізге керегі үшінші перне. Бірінші саусақпен басамыз. 2 қағыс болғанда тағы. Сонда екеуін қоссақ, сосын екінші пернеге барамыз. Төмен жоғары. 2 қағыстан барлығына, міне, саусақтың ұшымен екінші пернені мына сұқ саусақпен басамыз. Арнайы осы саусақтармен басамыз. Басқа саусақтармен басуға болмайды. Өйткені келмей қалады саусақтар. Барлығын қосайық енді. 6 қағыс болды. Енді ашық 2 қағыс төмен жоғары.
8 қағыс. Енді әрі қарай екінші перне бір қағыс төмен. Сұқ саусақпен жылжимыз үшінші пернеге. Жоғарыға. Жетінші пернені мына кішкентай саусақпен басамыз төменге. Үшеуін қосамыз. Сонда басынан бастап тартқанда мынадай әуен шығады. Міне қатты қиын емес, міне асықпай тартыңыздар, үйреніп аласыздар. Жаймен жеп тартсаңыздар, бірден асықпаңыздар. Схемасы менде бар, қажет болса жіберетін болам. Сөзмен айтсаңыздар да болады. Міне түнгі дейсіздер, ең бірінші төмен қағыс тартқанда. Түнгі, сосын жоғарыға ас, екеуі бірге айтылады, түнгі ас деп. Түнгі ас, тағы да түнгі ас, сосын үшінші пернеге барамыз. Пан, төменге, да жоғарыға, да. Түнгі аспанда деген екі сөз шығады сонда. Түнгі аспанда, түнгі аспанда, сосын екінші пернеге барамыз. Жö, төменге, жö, ре, сосын ашық, гіміз. Жаңа ақсандар ғой, бағанағы. Сөзін қосып отырмын тек буынға бөліп. Сыр, екінші перне, үшінші перне лас, жетінші перне қан деген буынды айтамыз. Сырласқан деген, яғни екінші пернені басқанда сыр деген буынды айтамыз. Үшінші пернені басқанда лас деген буынды айтамыз. Буындарға бөлінген сырласқан деген сонда сөз шығады. Сырласқан. Басынан бастап қосайын, асықпай. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан. Тағы да түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан. Міне түсінікті ғой, кім үйреніп алды, комментарийге жазыңыздар. Видеоны түсінбей жатсаңыздар, тағы да қараңыздар. Келесі сабақты енді қажет болса шығаратын болам. Осы тәсілді түсініп алсаңыздар, әрі қарай үйрену оңай болады. Ал баршаңызға сәттілік. Бұл әнді енді оқушылар да, үлкендер де үйреніп кете алады 100%. Қиын емес. Ал баршаңызға сәттілік.